Так, дайындық қалай? Жағдайларыңыз қалай? Чат не деп жатыр? Чатта не деп жатсыздар? Бір-бірлеріңізбен сөйлесіп жатсыздар ма? Праймдықтар махаббат қой, махаббат. Махаббат. Көкті басыңыздар ашылды дейді. Басталды уже. Дейді. Қайырлы кеш, Азамат аға дейді. Қайырлы кеш, қайырлы. Өте андай жеңіл форматта бір күшті сабаққа ниеттеніп отырмын, плюс соңында ұсынысын жасаймын. И күшті сіздерді көргеніне қуаныштымын, себебі уже қанша күн таңертең 6-да кездесіп жүргеннен кейін сіздермен уже жеңілдеу. Сондықтан давайте бірге. Асыға күттік. Пойдет болып жатыр дейді. Қайырлы кеш. Ассалаумағалейкум дейді. Ва алейкум ассалам. Праймға қош келдіңіздер. Давайте сіздермен онлайн тікелей эфир жүздескім келді. Прайм қалай болды? Давайте жазыңызшы. Азамат мырза, сіз мұғалім болып жүр, қайдамыныз? Айтам. Пес по имени Мани супер екен дейді. Праймдықтар махаббат қой дейді. Жүрек. Жанып тұрған от. Прайм от болды дейді. Жүрек. Мен сіздердің чаттарыңызды көріп отырмын. Так. Кім не түсінді? Супер, ұстаз дейді. Қашан мысалы уақытша әрең көріп отырмын дейді. Шай деген тема басталайын деп тұр ғой. Так, мен үшін керемет болды, өте керемет болды. Азеке инсайдер дейді. О, күшті. Қатты ұнады сабақтар дейді. Кітаптар супер. Керемет болды сабақ. Прайм, топ, прайм, вот, прайм ұнады дейді. Ничего дейді. Прайм. Благодарен жүректе. Прайм сабағында практикалық болды. Жазу, көп білім алдық, прайм қатынады. Супер. Давайте, достар, онда бүкіл внимание менде, онда кеттік қарағай. Сабақ соңына дейін отырсаңыздар, подкаст сабағымды тегін сыйлаймын. Окей? Ол жақта мощный подкаст болған, құдай қаласа айтамын. Сіздерге ол андай жалпы доступ жоқ сабақ, бірақ сіздерге сыйлаймын. Бонус тегін алу үшін сіздер уже білесіздер бұны, эфирден шықпай соңына дейін көреміз, чатта активны боламыз. Шамамен 1,5 сағат деп отырмын, көресіздер. Эфир соңына дейін мен 5 таңбалы код жасырамын. Сол кодты эфир соңында менеджерге жіберсеңіз, біз сізге жаңағы подкасты береміз. Бірінші таңба 0. Бисмиллах, кеттік ал. Сіздер 21 күндік жол жүріп өттіңіздер, бірақ өмір мұнымен аяқталмайды, себебі бұл тек бастамасы. Біз естеріңізде ма, бізде андай мен бір жаңа Түркияда қатысқан сабағымда illumination деген нәрсе бар. Illumination ана бір өзгеріс қой, сдвиг дейміз бе, сондай дейміз. И сол сабақтан шыққа біткен күні бізге ұстаз бүйтіп айтатын, ұстазымыз бүйтіп айтатын: сенің иллюминацияң енді басталды деп айтатын. Енді басталды. Ана бітіргеннен кейін сабақтың бәрін біттік қой, енді ары қарай өмірге енгізу сенің иллюминацияң. Тура сол сияқты біздің праймда енді бастамасы, то есть жаңағы нелер теорияның бәрі енді прайм бастады. Сабағымыз бастамасы бұрын сізге алғыс айтқым келеді, себебі өзін дамытуға, білімін арттыруға белсенді адамдар шамамен 10-20%. Мен бұны всегда айтамын, достар. Мен бұны всегда айтамын сіздерге. Өйткені Қазақстанда 20 миллион адам бар, қазақша контент тұтынатын бәленбай миллион адам бар. Бірақ сіз ғана осы жердесіз, и бұл сіздің 10-20% ішінде болғаныңызды көрсетеді. Сондықтан мен всегда айтамын, мен сізді жақсы көремін, менің аудиториям бомба ғой, менің аудиториям топ. Курстар, кітаптар, подкаст тренинг, тіл үйрену тағы да басқалардың 10-20% ғана болады. Бірақ жай кітап оқу емес, курс өткізу жеткіліксіз. Мына қызыққа қараңыз дейді. Өсуге шынымен саналы түрде ұмтылатындар мақсат қояды, дағды дамытады, уақыт пен ақша бөледі, олар 5-10%. Ана 10-20% болса, мынау 5-10%. Мен сенемін, сіздің барлығыңыз сол жердесіз. Менің аудиториям, менің праймдықтарым әсіресе, праймдықтарды қатты жақсы көремін, 5-10%-ның ішіне кіреді. Олар мақсат қояды, дағды дамытады, уақыт пен ақшасын сол тірлік үшін бөле алады. Өйткені мен алдында да естеріңізде болса айтқан едім, университет, мектеп бізге тірі қалуды үйретеді, өліп қалмауды үйретеді. И то өліп қалмауды Алла шешеді. Просто мына теоретический жағын үйретеді, бірақ шынайы жетістікке жету жолын біз өзіміз үйренуіміз керек, әрекет етуіміз керек. Ол 5-10% адам. Мен осы 5-10% адам қатарына кіремін, сондықтан өмірім жүйелі. Кірем деп енді қандай мақтанышақтық болып кетпесін, мен солай ойлаймын деп айтайықшы, мен солай ойлаймын. Енді өзіңізге сұрақ қойыңызшы, сіз осы
40%-ның қатарында барсыз ба? Жоқ болса, сізге не кедергі? Давайте жазыңыздар. Так, кеш жарық. Давайте, сағынып қалыппын, сабақ тема дейді. Маған қатты ұнаған шексіз ойыншы болу. Эфирдің сути қандай дейді? Эфирдің біз соңғы сабағымыз өтеміз. Кәдімгідей кет қалмаңыз. Мощный сабақ болады. Я вам гарантирую, бұл сабақ сіздің дисциплинаңызға страшно көмектесетін сабақ. Окей? Так, неге ешкім жазбай жатыр? Жазып жатыр. Так, не кедергі болуы мүмкін сіздің тұрақты дамуыңызға осы 5% кіруге дейді. 5% ішінде бармын дейді. Еріншектік, супер, менің ішінде бармын дейді. Тұрақтылық, қызығушылық тез жоғалады, бәріміз соның ішіндеміз дейді. Соның ішінде бармын дейді. Сенімдік болып жетпейтін сияқты. 1-0 болды, дейді. 1 сан 0 болды. Бармын деп ойлаймыз. Супер, бармын, Аллаға шүкір дейді. Сізді қимай тұрмын ұстаз дейді. Қоштаспаймыз біз. Давайте, кеттік. Сіз маған проблемалардың менің де, жаңағы сіз жазған проблемалар бар ғой, менің де басында болған 2016-ға дейін менің ойымша. Білесіздер, жалақыға жұмыс жасадым, артық салмағым болды, баламды көтерсем белім ауырған кездер болды. Мен айтатын едім сіздерге, ішімде сұрақ пайда болды деп ше, 26 жасар жігіттің белі ауырған нормально ма, негіздеген сұрақ пайда болған еді. Бұл проблемалардың ең маңызды және жалғыз шешім бар, ол дисциплина. Енді накопительный эффект деген теория бар. Накопительный эффект, когда бәрі жиналып келеді и бомба өзгеріс болады. Бірақ накопительный эффектті біз біле алмаймыз, қай жерден келіп атқан эффект маған пайдалы болып атқан. Сондықтан, достар, мынау тұрақтылықты талап ететін мәселе. Тұрақтылық талап ететін. Дисциплина көрдік. Кез келген істе тұрақты болсаңыз 99% нәтиже көресіз. Неге 99% дедім? Біз мұсылмандармыз, Аллаға иман етеміз. Енді біз білеміз, бүкіл бәрін Алла Тағала шешеді. Бірақ Алла Тағала сіз әрекет етсеңіз беретіндігіне бізге айтып қойды, әрекет еңбектенсеңіз. Енді 1% жаңағы бір погрешность болуы мүмкін, тағдыр анау-мынау деген сияқты, окей? Джундин стади дегенде Жаңа Зеландия 1972 жыл басталған және 40 жылдан астам уақытта созылған зерттеу болған. Мынау дисциплинаға қатысты, онда 1000-ға жуық бала бақылауда болады. Қараңыз, мынау кәдімгі жасалған 40 жыл бойы жасалған зерттеу. Жаңа Зеландияда 78 жылы. 1000-ға жуық бала кішкентай кезінен бастап тіркеуде болады. Гарвард және Стэнфорд университетінде бірнеше жыл бойы өзін-өзі бақылау, тәртіп пен қаржылық табыс арасындағы байланысты зерттеген. Қорытындысы өте қызық. Қараңыздар, мына жерден бастап уже инсайт записывайте, достар, записывайте, күшті прайм өміріме қатты әсер етті. Өмірім 180 градусқа өмірім жақсы көріп, әлемді түсіне бастадым. Ерекше алғысымды әйгерім бақыт қызына айтқым келеді. Әрбір секунд сұрақтарымызға жауап беріп, қасымыздан табылды. Өте мощный прокачка болдым дейді. Машалла, күшті. Окей. Қуаныштымын. Қорытындысында ақша табу және өмір сапасы тікелей адамның тәртібі мен өзін-өзі басқару қабілетіне байланысты екені дәлелденді, достар. Қараңыз, ақша табу, және өмір сапасы тікелей адам тәртібі және өзін-өзі бақылау қабілетіне байланысты екені дәлелденді. Бұл 40 жылдық зерттеу. 40 жылдық зерттеу 1000-нан астам адам болған, соның нәтижесінде осы екі нәрсені айтады. Ақша табу және өмір сапасы, адамның тәртібі және өзін-өзі бақылау. Енді дисциплина ғой, дисциплина. Білем, барлығыңызда бір ғана сұрақ бар. Тұрақтылықты қалай қалыптастырамыз? Все, дайынсыздар ғой? Так. Окей, айтам. Видеосам доступ неше дейін болады дейді. Вообще доступ шектемейміз. Так, тұрақтылықты қалай қалыптастырамыз? Кеттік, достар, қаламсаптарыңызды алыңыздар, біз бастадық. Бағана бастағанбыз, бірақ мына уже поглубже кеттік. Енді, кеттік, тұрақтылық ол әдет. Осыны ұмытпаңыз. Discipline is a habit дейді американецтер. Тұрақтылық ол біздің әдетіміз. И ол әдетте сіз қалыптастырасыз. Тура қалай сіздің таңертең тұрған кезде, жуынатыныңыз әдет, кітап оқуыңыз әдет, ақша табу қатысты бір әдеттеріңіз бар, ұйықтар алдында жасайтын әдеттеріңіз бар. Тура сол сияқты тұрақтылық болды әдет, и бұны да қалыптастыру керек, достар. Ал әдет қалай қалыптасады? Білесіздер, тұрақтылықты қалыптастырудағы бірінші
формула. Кеттік. Бірінші формула. X 100. Бұны есте сақтап алыңыздар. X 100 деген не? X 100 деген не? Так. Бұлай. Бір нәрсе істеген келмей тұрады. Менде солай болады. Мысалы, енді бастадым дейікші. 2010 қанша? 2022-де ғой деймін, шатаспасам 2021-де мен күресті енді бастадым. Барам, ана жақта новенькиймін, адамдарды қатты танымаймын, аналардың барлығы крутой маған қарағанда. Денелерде качок, жаңа бүкіл методиканы біледі, көшті, жаңа приемдарды біледі, қайта жеңіліп қала берем. Енді мен бүйтіп ойлайтыншы, барғым келмей тұр, еще таң атпай 6:30-да басталады, саған деп. Мен бүйттім, X 100 деген формуланы естідім. X 100 деген кез келген мәселеде ойша 100-ге көбейтіп көресіз, достар. 100-ге көбейтіп көресіз. Мысалы, сіз бүгін тренировка баруыңыз керек, барғыңыз келмей тұр. Елестетіңізші, 100 тренировка деген қандай боласыз? Мен сізге айтайын, 100 тренировка деген егер аптасына 3 рет болса, 1 жыл деген сөз. Достар, егер сіз 1 жыл аптасына 3 рет тренировканы қалдырмай барсаңыз, біраз нәрсе өзгереді ау, иә? 1 жыл бойы тренировка қалдырмасаңыз қалай болады? Біз 3 ай қатысқаннан кейін уже мощный болып кетеміз. X 100 көбейтіп көріңіз, достар. Бір нәрсе істегіңіз келмей тұр ма, ойша 100 есе көбейтіп көріңіз. Мысалы, бүгін таңертең тұрып 20 бет кітап оқуға ерініп тұрмын. 100 күн осылай қатарына оқысам не болады? Мен оны әдетім болып кетеді. 100 күннен кейін мен уже 20 бетпен шектелмеймін. Не істеймін мен? Вау! Қирадам мен. 100 күн тоқтамай кітап оқысаңыз, біз алдында жарысқанбыз, университетте жарысатынбыз, андай 10 күн, 2 апта, сөзде кәдімдей 4000-5000 кітап оқитын адамдар болған ше. 10 күнде 4000-5000 бет кітап. Мен ойлайтын, вау, деп ше. Бізде бір Сәкен деген жігіт болатын, ол күніне 1000 бет оқитын жарысқан кезде. Күніне 1000 бет. Енді ол кезде каникул әрине, біз жатақханада жатырмыз, онда сондай істейтін іс жоқ деген сияқты айтсақ болады. Бірақ күніне 1000 бет деген. Енді қараңызшы, сіз 100 күн тоқтамай кітап оқысаңыз не болады? Мен сізге айтайын, сізде жаңағы скорочтениеде бәрі өзінен өзі пайда бола бастайды. Сондықтан формула номері 1, достар, кез келген мәселені 100-ге көбейтіп көріңіз. Ерініп тұрсыз ба? 100-ге көбейтіп көріңіз. Мысалы, сабақты көруге ерініп тұрсыз ба? Ойлаңызшы, мен 100 сабақ көріп тұрсам не болады? Саған. Мен деген, бұлай жалпақ тілмен айтқанда, өзіміздің арамызда айырып жіберем, бір нәрсе бойынша сіз мысалы обучение өтіп жатсыз. Білмеймін, сіз бухгалтерсіз, мысалы бухгалтерия бойынша ерініп тұрсыз қатысуға, елестетіңіз, 100 сабаққа қатыссаңыз не боласыз? Немесе машина айдауды үйрену керек, 100 сабаққа қатыссаңыз не боласыз? 100 тренировкаға қатыссаңыз не боласыз? Мысалы, бүгін стретчингке баруыңыз керек, ерініп тұрсыз, қойшы, анаяққа бару керек, ерте ояну керек, 100 тренировка жасасаңыз не болады? Мен ойлаймын, біздің арамызда кез келгеніміз егер де тұрақты түрде стретчинг тренировкасына барсақ, аптасына 3 ай қарайды. Мына жерде отырғандардың барлығы 3 ай, максимум 4-5 айдан кейін шпагатқа отырамыз. Бұл дегеніңіз 50 ақ тренировка, 40 бір нәрсе тренировка болады. Болды, тема, көрдіңіз ба? Сондықтан, достар, давайте 100-ге көбейтіп көрейік. Ерініп тұрсыз ба? Ойша сразу 100-ге көбейтіңіз. Кітап оқуға ерініп тұрсыз ба? Ойлаңыз, мен 100 күн қатарына оқысам не болады деп. Бір тренировка баруға ерініп тұрсыз ба? Мен 100 күн қатарына істесем не болады. Мысалы, Instagram қолға алып жатсыз, контент салу керек, ерініп тұрсыз. 100 күн контент салсам не болады мен? Мен, достар, бұрын биткенмін. Өзіме сөз бергенмін. 40 күн беді, 90 күн беді, тоқтамай рилс салам дегенмін. Ол кезде менде не аз? 40 күн. Ол кезде менде подписчик аз, достар. Подписчик, білмеймін, 3000 ба сондай? Даже 2000 ғой деймін. Сол кезде мен өзіме сөз берем, болды, мен 40 күн тоқтамай рилс салам деймін. 40 күн күнде бір рилс салам ғой. И сол 40 күннен кейін мен подписчигім плюс 15 мың болады. Плюс 15 мың. Чо там? Бірақ айда. Нормально ғой. Сонда мен 100-ге көбейтем ойша. Бір нәрсе ерініп тұрмын ба? Все, 100-ге көбейтем. Келесі. Қараңыз. Мынау қай формула? Мынаны қараңыз. Күніне 5 бет оқысаңыз, жылына 1825 бет оқисыз. Демек, жылына 150 беттік 12 кітап оқисыз.
оған анау мысалы күшті кітаптар бар ғой, дулат исабековтің сүйекшісі бар, гауһар тас бар, ақбілек бар, олар соны 90 беттік, 100 беттік кітаптар ғой. Оларды не істесеңіз вообще мына жақта бір 20 кітап бітіріп тастайсыз. Бірақ күніне 5-ақ бет деп менсінбеуге болмайды да. Қойшы, күніне 5-ақ бет оқығанша оқымай қояйын демеңіз. Әр әрекетті 100-ге көбейтеміз. Окей? 100-ге көбейтеміз. Осының керісінше эффекті де бар, достар. Анау менің ертеңім бітпейді дейсіз ғой. Енді ертеңім бітпесе, мен 100 күн түк істемесем не болады деп ойлап көріңіз. 100 күн түк істемеймін. 3 ай жатамын диванда. Қандай кері эффект болады, түсінесіз ба? Сондықтан мен есім жиып бір да, все, кеттік деуім керек. Бұл бір, достар. Бір рет спортзалға барғаныңыз качок болып кетпейсіз, бірақ 100 рет барсаңыз өзгеріс бомба болады. И біздің денеміз, біздің денсаулығымыз өте үлкен, өте қымбат нәрсеміз, өйткені бұл ақшаға сатылмайды. Денесі әдемі адамдар сатып ала алмайды, олар еңбектенген деген сөз. Демек, бір дисциплинаның көрсеткіші. Окей. Алғашқы методика түсіндік пе? Бәрін 100 есеге көбейтеміз. Түсіндік қой, Так. Бұл бірінші формула. Ұмытып кетпеңіздер, сразу тіркеп отырыңыздар. Окей. 100-ге көбейтеміз. Кеттік ары қарай. Біреулер жазып отыр, бірақ өте ұзақ жазып отыр ау деймін. Тұрақтылық қалыптастыруға көмектесетін екінші методика, достар. Тұрақтылықты қалыптастыруға көмектесетін екінші методика. Бұл методика маған қатты көмектескен. Мен сіздермен оны бөліскім келіп тұр. Мен әлі күнге дейін бұны қолданамын, достар. Мен сіздерге айтып беремін қалай қолданғанымды. Бұл түсінікті, күшті, супер от дейді, кеттік. Окей. Бұл екінші формула: план минимум, план 100%, план максимум деп үшке бөліп аласыз. План минимум, план 100%, план максимум деп үш бағана жасап қоясыз. Үш бағана. Енді кез келген мәселеде мен өзіме жоспар құрғанда осы үшеуімен жазып қоямын. Достар, мынау қағиданы білесіздер, ракета орнынан ұшқан кезде орнынан қозғалуға және атмосфераға жетуге 70-80% жанармайын жағып жүреді. 70-80%. Одан кейін қалған анаяқтағы атмосфераны өткеннен кейін 20% жанармайын былай жетеді оған. Өйткені гравитация аз. Бізге де, достар, мына нәрсені ұмытпаңызшы. Біз ол қимылдау қиын. Бұлай орнымыздан тұрып, кеттім деп деу қиын. Мен бүйтіп қойсам, сізге айтсам, все, бүгіннен бастап 100 бет кітап оқисыз десем, ойбай деп қаласыз. Мысалы, сіз вообще кітап оқымайтын адам болсаңыз, кітап оқуды жақтырмайтын адам болсаңыз, ойбай 100 бет деп қаласыз. 100 бет деген 2-3 сағат отыруым керек па деп қаласыз. Бірақ біз бүйтеміз: план минимум, план 100%, план максимум үшеуін жазып қоямыз. Бет план құрамыз. Мысалы, негізінде мен күніне бір 20 бет оқысам дұрыс болса, сіздің ойыңызша, онда бұл 100%-ный планым менің 20 бет. Енді план максимум, әрине күшті болар еді, 50 бет оқысам немесе 100 бет оқысам деп жазып қоямыз. Бірақ план минимум қандай? План минимум сондай оңай болу керек, достар. Сондай оңай болу керек. План минимумды жасамау қиын болу керек сізге. Жасамау ұят болу керек. Мысалы, 5 бет кітап деп қойдық. Алдында неде айттық қоя тақырыпта. 5-ақ бет кітап. Мына жерде отырған кез келген адам 5 бет кітапты 5-6 минутта оқиды. Ладно, 7 минутта оқиды, 5-6 минут кітап оқу оп-оңай ғой. Енді қызық мәселе осыда, сіз 5 беттен тоқтай алмайсыз, достар. Сиқыр осы жерде. Сіз 5 беттен тоқтай алмайсыз. Сіз бір қызық кітапқа кіріп кетсеңіз, 5 беттен тоқтау керек болса сізге, ана жерде абзац бітіріп тастайын дейсіз, ана бетті бітіре салайын, ойбай, мына оқиға қазір бітсінші, осы оқиғаны бітіріп барып тоқтайын дейсіз, тоқтай алмай қаласыз. Осы жерде план минимумның сізге берген пайдасы. Бірақ сіз сондай бір не болуыңыз керек, өз сөзіңізге берік болуыңыз керек мынандай: мен 5 бет оқымай ұйықтамаймын деп айта алуыңыз керек. Мен 5 бет кітап оқымай
ұйықтамаймын деп айта алуыңыз керек. Сол кезде план минимум орындалады. Тіпті кейбір кезде шынымен шаршап тұрсыз, үйде қонақ күттіңіз, кешке дейін бос емес болдыңыз, түнгі сағат 1-де бәрін шығарып салдыңыз, ыдыс жудыңыз, енді ұйықтайын деп отырған есіңізге түсіп кетеді. Мен 5 бет кітап оқымадым деп. Сол кезде сіз ерік жігеріңіз мықты болу керек, барып сол 5 беттік кітапты оқып барып жатуыңыз керек. Бұл план минимум. Яғни мен күнде ажырамауым керек. Күнде контактта болуым керек планымен. Мен сізге жүгіру туралы осылай планымды айтып берейін. Мен баяғыда 4 жыл жүгірдім ғой енді. Енді былай болды. Мен өзіме былай қоятын. План минимум 6 километр жүгіру дейтінмін. План минимум 6 километр жүгіру. План 100% негізі по-хорошему бір 8 километр жүгірсем дұрыс қой негізі күнде. Енді план максимум 10 километр. И мен қатты ұйқым кеп тұрады бір күні. Қатты ұйқым кеп тұрады, қойшы, шықпай қойыншы, далада қар жауып жатыр, еще мен жаураймын, суық қой деймін да. Бір кезде мен айтамын, ладно, шығайын да. 6 километр, примерно темп 5 болса, 30 минут ары кетсе. 20 минут жүгіремін да қайтып көп ұйықтаймын деймін. Енді мен өйстіп өзіме көп айтатын ше. 6 километр, 5 километр жүгіремін да қайтып келемін де ұйықтаймын дейтім да таңғы 6-да. Шығам ғой, ең қызығы достар. Сіз 6 километр жүгіргеннен кейін, денеңіз қызғаннан кейін, сіз уже тоқтағыңыз келмейді. Тоқтағыңыз келмейді. И мен всегда өзімді план минимумға көндіріп үйден шыққан кезде всегда 10 километр жүгіріп қайтатынмын. Всегда 10 километр жүгіріп бірақ қайтатынмын. Еще өте қуанышты көңіл күймен қайтатынмын. Неге? Енді маған бүйтсе, мен қатты ұйқым кеп тұр, шаршап тұрмын, біреу мен мынандай план болсам, бүгін еще 20 километр жүгіру керек десем, болды. Ол қиын ғой. Мен сол кезде өзімді көндіремін. Ладно, 5 бет оқи салайын. Ладно, 6 километр жүгіре саламын деймін. Түсіндіңіз ба? Енді міне 6 километр жүгіремін, план 100% 8 километр жүгіремін, план максимум 10 километр жүгіремін. План минимум 5 бет оқимын, план 100% 10 бет оқи салайын, план максимум 20 бет оқыдым. И әдетте сіз 20 бетке барасыз. Әдетте солай. Просто ана кітаптың бірінші бетін ашу қиын. Спорт залдың есігін ашу қиын, ары қарай барлығы күшті. Үйден киініп жүгіруге шығу қиын, шыққаннан кейін барлығы оңай. Сондықтан план минимум жасаймыз. Екінші методиканы түсіндік па? 3 түрлі план қоямыз. Так, 100 рет істеу барысында, мәселен 30-40 күндері мысалы көбейтсек болады ма? Күйіп бара жатсақ, 30 күндерде азайтсақ болады ма? Ары бері секіре берсек болады ма? Жоқ, секірудің керек жоқ. 100 рет істеу барысында 100 рет істейміз, ол же секірудің керек жоқ. Окей, түсінікті ғой, екінші методика түсінікті. Кеттік ары қарай. Сабақ қалай болып жатыр? Давайте чатқа кері байланыс беріп жіберіңіздер. Оттарыңызды жіберіңіз. От, бәрі жаза бастады. Түсінікті ғой, түсінікті болып жатыр ғой, Так, Сая ханым, Инабат ханым, Жарылқазын мырза, Жазира пишет дейді. Так, супер, өтімді, күшті, керемет, әдемі дейді. Өтімді, тема дейді. Ниет, әрекет, нәтиже деп түсіндім. Опа! Ниет, әрекет, нәтиже. Бомба дейді. Вот. Аха. Супер, кеттік. Бонусқа екінші сан 4. Соңында мынау сандардың бәрін неге жіберсеңіз, біздің супер бір подкаст видеомыз бар. Камшат ханыммен, Камшат Бекжігітова ханыммен. Білен маған ұнайды, бомба менің жалындап тұрған жас кезімдегі подкаст. Соны сіздерге береміз. Так, екінші код 4. Күшті болып жатыр. Кеттік. Сабақ сақталмайды өкінішке орай. Тұрақтылық дамытуда әлі Мел Робинс методикасымен және манифест методикасын бөлсем, достар, 2 методика қалды. Нұрай дейді. Нұрай деңізші дейді. Туралап айда палуан дейді. Эй, палуан. Нұрай дейді. Окей. Енді Мел Робинсон, бірақ алдымен достар, мен сіздерге не істеймін? Тұрақтылық жетуге өз сторителлингімен бөліссем деймін, бұл сіздерге 100% пайдалы болады. Кеттік қой, өзімнің өткен жолыммен бөлісейін. Окей, қараңыздар. Маған ең жиі келетін сұрақ мынандай: тұрақтылықтан шаршамайсыз ба? Жалығып кетпейсіз бе? Сізде выгорание болмай ма? Қашан қарасақ спорт залда жүрсіз, қашан қарасақ таңертең 5-те ойнайсыз дейді. Менде де тура солай басқа адамдар сияқты выгорание болады, достар.
андай уф деп қалдық жаңағы. Уф, біз өзіміз сияқты адам екен ғой деген сияқты, менде де болады выгорание. Болады. Бірақ деген сөз бар. Бірақ мен не істеймін? Проблема туындамай тұрып шешеміз. Гүл солып қалмай тұрып су құямыз. Солып қалғаннан кейін су құюға уже кеш. Проблема туындамай тұрып шешеміз. Қалай істейміз? Қараңыз. Сізге мақтану үшін айтып отқан жоқпын, достар. Мынандай ғой. Ниетім осы сабаққа кірер барысында да кәдімгідей дұға еттім, ниетімді түзеттім, шынымен контентпен бөліскім келеді, пайдалы мощный контентпен. Шындығында мыналар маған қатты көмектескен. Сіз өміріңізге енгізсеңіз, әрекет етсеңіз, Алла тағала береді деген сенімдемін. Иншаллах солай болсын. Мақтану үшін айтып жатқан жоқпын. Тем более праймдықтар өзімдікілер, өзіміз ғой біз, праймдықтар өзіміз. Сондықтан мақтану үшін айтып жатқан жоқпын, бірақ араларыңызда бір кісілер мені сынап келген болса, сразу мойындаймын. Ең басында да айтқан едім, естеріңізде ме? Сіз крутойсыз, сіз менен крутойсыз, мен мойындаймын. Андай шынымен мазақ емес, не емес, сіз менен крутойсыз. Сынап келген болсаңыз, атак жалғастырамыз. Отсыз дейді. Ой, рахмет. Кеттік. Жай ғана маған өмірімді жүйелеуге көмектескен құралдар сізге де көмектесіп, қазіргіден сапалырақ өмір сүргеніңізді қалаймын. Енді былай, понятное дело, что мен сіздің барып өміріңізді өзгерте алмаймын. Понятное дело, мен сіздің өміріңізге білмеймін, барып бір нәрсе реттеп бере алмаймын. Алайда методиканы бөлісе аламыз, методиканы бөлісе аламыз. Бәленбай мың адам осылай жасаған, и оларға пайдасы тиген болса, біз осы методикамен мен де өміріме енгізсем, бәлкім пайдалы болады. Сонымен мен проблемамды алдын ала қалай шешемін. Қызық қой, сізді қалай сынауға болады дейді. Жандарым. Мощ дейді, от дейді. Кеттік. Бір. Өзім коуч болсам да аптасына бір рет міндетті түрде психолог сеансына барам, достар. Аптасына бір рет міндетті түрде. Бұл мынау деген сөз емес. Мен өмірім қиын екен, психологиям қирап жатыр екен, сол үшін барам деген сөз емес. Мен аптасына бір рет міндетті түрде психологпен сеансым бар. Әдетте бір қатты қиратып жатқан әңгімеміз жоқ әзірге. Бірақ кейбір кезде бір нәрсе сөйлесіп отырмыз да мен ойлап қаламын, мәссаған, осы ғой, вот анау деп қаламын. Екі, сезім, ашуланып кеттім, психологпен сеанс, ашу басылды, проблема жоқ. Яғни моментінде шешіп тастаймын, моментінде сөйлесем. Кеше мынандай оқиға болды, не істесем болады деп шешем, сөйлесем. Егер бармасам, сезім, ашуланып кеттім, мен тағы да бір ситуация ашуланды, өйткені менде уже кортизолым көтеріліп кетті, мен келемді, анаған ұрсам, мынаған ұрсам, көмекшімен ұрсып тастаймын, бәріне ұрсып тастаймын. Енді әдетте мен ұрсып тастайтын адам емеспін, бірақ солай болады, салыстырмалы түрде кортизол көтеріліп кеткен адам жүрген жерін бәрін қиратып жүреді. Анау күйеуімен ұрсып қалған әйел адам өтіп барады, баласының басын ұрып кетеді дейді. Тәуадан жадырыш деген сияқты, тура сол сияқты. Біз стресс мәселесін алдын ала шешуіміз керек. Келесі, екінші мәселе. Өзім коуч болсам да аптасына 2 рет рухани ұстазымнан дәріс алам. Алдында сторисқа салдым, мен оны салғым келмейді. Как будто бір андай рия үшін салған сияқты болып қаламын да, бірақ шындығында иннама амалу бинният дейді ғой, ниетім есінен шығып кеткен адамдардың есіне түссе екен деймін, достар. Андай қарап, осылай болады екен ғой, мен де осылай ұстаз нетіп алайыншы, келісіп алайыншы деуге болады ғой. Еще офисқа келеді екен ғой, онда керемет қой. Мысалы, сіз үшін мешітке бару қиын болуы мүмкін. Онда давайте келісіп алайық, сіздің ұстаз офиске келіп тұрсын аптасына 2 рет. Керемет қой, керемет. Мен осыны көрген кезде басқа адам ойлап қалу керек, вау, онда мен де істеймін деп, мен сол үшін істеймін. Әйтпесе, достар, қазіргі таңда мақтанатын біздің неміз жоқ, мақтанатын қатты бір неміз жоқ. Үшінші, өзім коуч болсам да аптасына бір рет өзімнің коучыммен кездесем, оны білесіздер, мен қоямын Инстаграмға. Өзім коучпын, бірақ менің де коучым бар. Түсіндік? Бұны не үшін істеп жатырмын? Бізде, достар, жүгіруде тренировкаға барған кезде, біз марафон жүгірген кезде 42 километр жүгірдім деп айттым ғой, ол жерде өте күшті уақытпен жүгірдім. Марафон жүгіретіндер біледі, 3,5 сағатта жүгірдім, это шикарно. Мен вообще негізі просто 4 сағатта жүгіре алсам деп ойлаған едім, бірақ 3,5 сағатта жүгірдім. Енді вообще бомба, адамдар 6 сағатта жүгіреді.
Сол кезде біздің тренер бүйтіп айтатын, қараңдар дейді, 6 километр сайын ана электролит ішіңдер дейді. Электролит, витамин, бір нәрселерді ішіп тұрыңдар дейді. 6 сағат сайын. Ой, 6 километр сайын, 6 километр сайын. Мен айтам, 6 километрде шаршамасам ше десем, жоқ, допускать етуге болмайды. Шаршап қалған сәтіңде ішсең, сен уже кешігіп қалдың. Өйткені анау электролит барып денеңе тарағанша біраз уақыт керек те, сен одан самайын уже ой, әрең ілініп салынып қаласың да. Сондықтан достар, өмірде қағида мынандай, шаршап қалмай тұрып шаршамаудың қамын жасау керек. 4. Аптасына 8 рет спортқа барам. Бір кісі айтады алда, ойбай, әзірге қайттыңыз, 7-ақ күн бар еді, қалай 8? 6 күн таңертең, 2 күн кешке барам, сонымен 8 күн болады. Окей? 5. Аптасына 1 рет массаж алам. Сразу айтам, Арнур деген менің шәкірдім бар, көшті массажист, кәдімгі профи, ризамын, и сол сәрсенбі күні таңертең 9-да келіп, маған үйге сөйтіп массаж жасап кетті. Апта сайын. Ауырып қалған кезде емес, белім ұстап қалған кезде емес, білмеймін, бір мышцым созылып қалғандай емес. Апта сайын. 6. Аптасына кемінде 2 рет әйеліммен балаларсыз свиданиеге барам. Балаларсыз свиданиеге барам. Аптасына 2 рет. И бұл қиын емес. Мен сіздерге де бұл тапсырманы берген едім. Бұл не үшін істеп жатырмын? Сен бізге уақыт бөлмейсің, өмір жұмыстасың деген әңгіме болмау үшін. Ол әңгіме болған кезде істеу бөлек әңгіме, уже қиын болып қалады. Болмай тұрып адамдардың жағдайын жасап жүру, әсіресе жақындарыңыздың, окей? 7. 2 ұлыма жеке-жеке уақыт арнаймын, еркектер күнін жасаймын, Инстаграмнан білесіздер, иә? Мынау жай ғана, мынау бір күшті карта, достар. Мұнан давайте просто бәріміз көшіп алайық, болды. Иә, карта ғой бұл. Иә? И осы картамен жүре берейік, егер сіздің өміріңізге ыңғайлы болса. Ұлдармен жеке-жеке еркектер күні Инстаграмда нетем, бұны кейбір адамдар білмейді екен, шындығында өте күшті методика. Достар, мынандай ұлдарыңызбен немесе қыздарыңызбен әкесінің әсіресе, өйткені анасы мен оқысы всегда бірге ғой. Әкесімен жеке уақыт керек, екеуміз ғана. Мен 2 ұлым бар, үлкен кіші, енді ұлыммен кетемді, біз еркектер күні деп айтаймыз. Тек екеуміз ғана, тек еркектер, о жерге мамасы кіре алмайды. Еркектер күні. Ертең Құдай қаласа қызым болса, мен не деймін? Менің жаңа білмеймін, ханшайымымның күні деймін, принцессамның күні, мен ол екеуміз ғана боламыз. Екеуміз ғана боламыз. Әке мен қызының күні болады. Бұл өте маңызды. Өте маңызды, окей? Балаларыңыз еркектер күні, дұрыс айтасыз. Машаллах, өміріміз күшті болма дейді. Аха. 4 қандай болды дейді. Так, артқа қайттық. 4 аптасына 8 спорт. Енді аптасына 8 спорт керек жоқ. Аптасына 3 рет болса уже күшті. Окей? 8 күніне 50 бет кітап оқимын. Достар, былай етейін, қараңыз. 50 бет деп орташа ала салдым. Жұма күні 150 бет кітап оқыдым. Как раз анау бәрі ыдырайды кітабы бітті ғой. Жұма күні 150 бет кітап оқыдым. Сенбі күні 50 бет кітап оқыдым, өйткені жолда болдым, бірақ кешке қарай көлігімді жуып атқан кезде 50 бет кітап оқытсам, көлікті күтіп атқан кезде. Бүгін әзірге көп оқымадым. Мысалы, четверг күні одан да көп оқыдым. Сол осын орташа 50 деп ала салдым. Түсінесіз ғой, біреулер ойлап қалмасын, ой, 50 уақыт айтам, фигня ғой деп қалмасын, но орташа солай, иә. 7 балаңыз болса, 7 күн балаңызбен свидание бола ма дейді. Былай ғой. Свидание деген сіз бір күн деп қиындатып алдық та қайтадан, көрдіңіз ба? Бір күнім кетпейді оған, достар. Бір ұлыммен 2-3 сағат қана кетеді. Мен бір күнде 2 ұлымды бітіре аламын, мысалы. Кешкі 6-да ұлымды алып кеттім да, болды сол бір 7-8-ге дейін жүрдім да, одан кейін 8-де 2-ші ұлымды алып кеттім да, бардым. Бұл да жерде міндетті түрде алысқа бару көп уақыт жұмсау емес. Өзінің қалағанымен келісеміз, екеуміз келісеміз. Бүгін не істейміз дейміз. Ол айтады, әке, 1 сағат барып компьютер ойнайықшы ма етіп кеттік ойнайық. Сосын шығамыз да тамақ жеген дейді, тамақ жейміз, болды. Осы еркектер күні. Ең маңыздысы екеуміз ғана болуымыз керек. Сол жолда сөйлесуіміз керек. Мәселе сол ғана, иә? Сондықтан қиындатып алмаңыз. Шап, хазар дейді, шап. Азамат Рза кітап оқысам, миыма кірмейді дейді. Кірмей қойсын, оқи беріңіз. Миссия кітап оқу. Тез бітіру, көп түсіну емес. Миссия кітап оқу. Қиындатпайықшы, давай, қиындатпайық. Уайя! Қиындатпаймыз, достар. Неше жасқа дейін болу керек балдармен? Күшті сұрақ, былай ғой, прикол мынада.
белгілі бір жастан кейін 14-15 жастан кейін балаларыңыз и так та сізбен болғысы келмейді. Өйткені олар подростковый возрастта ата-анасымен емес достарымен болғысы келеді. Сондықтан сол уақытымыз 14-15-ке дейін ғана бар. Одан қинап отырсыз, тыныш отыр, кеттік қыдырамыз дей алмайсың балаға, ол өзі қалау керек. Ол кезде тиіспейміз. Сол 14-15-ке дейін уақытымыз бар, үлкен кісілер біледі, балалар 14-15-ке жеткенбіз. Менің 12 жастағы балам уже көп жүргісі келмейді менімен. Бірақ енді қалайды әлі, бірақ уже байқалады, бұрынғыдай емес. Сосын балалар 35 жастан кейін қайтып ата-анасымен жүргісі келеді. Так что 20 жыл не болады, пауза болады, бірақ оған дейін уақытымыз бар. Кеттік ары қарай. Бұл тізім шексіз жалғастыра беруге болады, бірақ ақиқат мынау. Достар, тізім шексіз жалғастыра беруге болады. Біріншіден тұрақтылығымды қызықты етіп алғанмын, яғни күнде бір рутинаны қайталай бермеймін. Бір күні күрес болса, бір күні фитнес, бір күні фитнес болса, бір күні көкпар, бір күні коучпен кездессем, келесі күні психологпен кездескеннен рухани ұстазым келеді, анау мына ауыстырып алғанбыз, бірде емес. Кеттік. Екіншіден мен үнемі рука на пульсе ұстап отырамын. Нені? Екіншіден мен үнемі рука на пульсе ұстап отырамын. В совокупности осы әрекеттердің бәрі маған қалаған нәтиже береді. Окей, кеттік. Білем, қазір көбіңіз әрине сіздің ақшаңыз бар, психологқа бөлек, спортқа бөлек төлей бересіз деп отырған боларсыздар. Кеттік, есептейік. Қызық қой, Айына психологқа 128 мың, рухани ұстаз 150 мың, коучинг 13 мың доллар. Неге 13 мың доллар? Өткен мен бір жылдық қана несін сатып алған ғой, курсын, сонымен берілді. Спорт 300 мың теңге. Барлығын қосқанда. Айына. Енді, значит, менің коучымды қоспағанда айына 578 мың теңге жұмсайды екем өзіме. Біраз көп екен, Енді 578 мың теңге тең менің тұрақтылығым, мен денсаулығым, менің рухани денсаулығым, менталды денсаулығым. Ал ең қызығы бұл 578 мың теңге маған ай сайын кемінде 20 есе көп ақша алып келеді. Түсіндіңіз ба, достар? Мәселе қайда екенін? Түсіндік қой, мен всегда шынымен, білмеймін, бір курсқа бір нәрсе қойған ақшам маған 10 есе қайтып келеді, достар. Бұл менің өмірлік қағидам, Аллаға шүкір. Мынау 578 теңге 20 есе қайтып келеді ай сайын. Есептеп кеттіңіздер ма? Сабақтың басында айтылғандай Харвард зерттеуін еске түсірейік дейді. Тұрақтылығы бар адамдар көп ақша табады. Гарвардтың зерттеуінде, тұрақтылығы бар адам көп ақша табады. Біз жақында бір ханыммен кездестік, ол айтады да, Зеке, мен сіздің жаңағы B2B секторында жұмыс істейді. Сіздің подкасттарыңызды тыңдап, сол жақтағы әңгімелерді өміріме енгізіп, табысым 10 есе өсіп кетті. Саған дедім. B2B білесіздер ғой, бизнес анадай. Бұл кісі оптым сатады екен, бір тауарды, 1-2 штук емес, оптым, енді 10 есе көбею деген серьезный әңгіме. Түсіндік қой? Бонустың 3-ші саны, 0,49 болды. 0,49 болды, 30-дар ғой, жалғастырып отырмыз ғой. Адам көбейіп отыр ғой, машаллах, күшті. Енді, кім 2026 жылы осы тұрақтылық өміріне толыққанды енгізгісі келеді, чатқа мен деп жазыңыз. 2026 жылы тұрақты осындай толыққанды енгізгісі келеді, давайте чатқа мен деп жазыңыз. Сөйтеді, активно, вот дейді, кеттік. Нормально? Так. Жазып атыр, вот, кеттік, давай дейді, так, мен, барлығы мен, күшті, мен. Кеттік. Праймнан кейін де менімен жұмыс жасап, өмірін менімен қадағалауымен жүйелегісі келетіндерге арнайы ұсыныс жасағым келеді. Бұны басында да айтқан едім. Одан кейін Мел Робинсті талдаймыз. Кетіп қалмаңыздар, Мел Робинсті талдаймыз, бірақ ортасында мен ұсыныс жасаймын. Core деген бір ұсыныс, достар. Core. Тек прайммен шектелмей, менімен ұзақ мерзім жұмыс жасауға дайын адамдарға арналған өнім. Core деген сөз ағылшын тілінен өзек, негіз деп аударылады. Анау, не дейді? Стержень дейді ғой, өзек, негізі. Яғни біздің запросымыздың шығу нүктесін тауып, тереңінен жұмыс жасаймыз. Курс ұзақтығы 8 апта, 2 ай, 60 күн. 8 апта. Методикасын құрауға өте көп уақыт жұмсадым, нәтижесінде курсты 3 бөлімге бөлдім. Неге өте көп уақыт жұмсадым деп отырмын? Өйткені шындығында соңғы 3 жылдық зерттеуім ғой, бұл менің соңғы 3 жылдық. Бірінші бөлім
clear your core, өткенде сброс жасау, тазалау. Анау телефонды сброс жасаған кезде тез жұмыстап қалады ғой, немесе анау память толып қалған кезде памятьті босатсаңыз телефон тезірек жұмыстап қалады, тура сол сияқты. Clear бөлімде қандай тақырыптар болады? Нейропластика, мида қатып қалған установкаларды қалай өзгертеміз? Мысалы, я білеміз қалай жасау керек, бірақ установкалар қатып қалған жасай алмай жүрмін. 2. Мусордан арылу, мидағы мегабайттарды қалай босатамыз деген тақырып сөйлесеміз. Реконсолидация памяти, установкаларды қайта өзгерту. Реконсолидация памяти. Бірінші бөлім нәтижесінде сіз руминациядан арыласыз. Руминация деген араларыңызда білетіндер кісілер бар шығар. Rumination бұл қайталанып, ұзақ уақыт бойы жағымсыз ойлар мен эмоция шоғырлану. Әдетте неліктен осылай болды деген сұрақтарға қайта оралу. Бір оқиға уже болып кетті, бірақ мен әлі қайта неге менде осылай бір бүйту керек, сөйту керек, анам бүйту керек, қайғыра береді. Бұл rumination, бұл ауру деп кәдімгідей айтуға болады. В моменте бола алмайды ол адамдар өткен шақта қалып қойған. Проблеманың бәрі өткен шақта ол кісі сояқтан шығамай қалған. Руминация бәрімізде бар, одан арылмасақ өмір сапасы артпайды, ақша көбеймейді, қарым-қатынас реттелмейді, себебі руминация қазіргі энергияңызды ұрлап алушы паразит. Қазір сізде энергия жоқ, бізде тек қана қазір бар. Бірақ ол адам не істеген? Өткен шақта қалып қойған. Осы жерде проблема. Екінші бөлім align your core. Өмірде реттеу, тазалықтан өткен соң қазіргі өмірде ретке келтіреміз. Жаңа настройкалар орнатамыз. Ананы бүйтіп орын босаттық миымызда, енді жаңа настройканы чық деп орнатуымыз керек. Бұл екінші бөлім. Екінші бөлімде қандай тақырыптар болады? Фокусты басқару арқылы өмірден қалай ләззат аламыз? Қалай проблемасыз өмір сүруге болады? Проблемасыз өмір сүру дегеніміз проблеманың шешімін дұрыс табу, және проблеманы білесіз бе, махаббатпен қарсы алу. Олай болады достар. Екінші бөлім нәтижесінде тек психологиялық немесе эмоционалдық пайда алып қана қоймай, толық өмір сүру қабілетіңіз артады. Ой, сезім, әрекет және қарым-қатынас үйлесімдікке келтіреді. Босатып алдық, новый орнаттық. Түсініп келатырмыз ғой, структура қалай жұмыс істейді, біріншісі босатып алдық, екіншісі новый орнатып жатырмыз. Үшінші бөлім build your core. Болашақты құру, алдағы 10 жылға жоспар жасаймыз, достар. 10 жылға орындалатын жоспар жасау, теориялық сабақ. Естеріңізде болса, мен баяғыдан көп айтатын едім, мен Валентин деген досым бар еді, біз екеуміз отырып 10 жылдық жоспар құрған едік. Сол жерде менің қателерімді тауып алған едік біз. Сөйтіп дұрыс жасаған едік. Аллаға шүкір, ол 10 жылға жақындап қалдық. Биыл, білмеймін, сол 10 жылға 2 жыл ертерек жақындап қалған сияқтымыз что-то. Биыл өте прайм жыл болды мен үшін. Окей. Так, 2. Гиппокамп және потенциалымызды қалай 100% ашуға болады деген тақырып. Үшінші тақырып, бақыт гормондар арқылы болашаққа қалай жақсарту, болашақты қалай жақсартуға болады және қазіргі халімді қалай жақсартуға болады. Нәтижесінде, үшінші бөлім нәтижесінде өз мақсаттарыңызға сенімді қадамдармен жететін, ішкі мотивациясы мықты, өмірден ләззат алатын және стресске төзімді адамға айналасыз. Болашаққа сеніммен қарап, шығармашылық және интеллектуалдық қабілеттілеріңізді максимал деңгейде пайдалану мүмкіндік аласыз. Үшінші бөлімде. Clear, align, build. Формула осы. Тазалаймыз, орнатамыз, жаңа нәрселерді болашаққа құрамыз. Ішкі кедергіні азайтамыз. Екінші модульде осы сәтте болуды үйренеміз. Үшінші модульде болашаққа нақты жоспарлар құруды үйренеміз. Кордың мазмұны қалай? Кімге ұнады? Кімге ұнады? Жүрек. Курс қанша тұрады? Прайм қатты ұнады, дальше дамығым келеді. О, жәнем. Осылай. Жүрек, от дейді, от кеттік дейді. Окей. Бұл өнім кімдерге арналған давайте айтып кетейін. Кәсіпкерлер, ақша бар, бірақ тұрақсыз. Кіріс өсіп жатқан жоқ, бірден кейін тұрып қалған сияқтымын. Идея көп, бірақ іске асыра алмай жатырмын. Ақша табу үшін өте көп энергия кетеді. Командамен, шешіммен, бағытпен шатасып кете беремін. Бір табыс бар, бірақ масштаб жоқ. Бизнестен уақыт артылмайды, өзіңе және отбасыңызға уақыт жоқ дейтін кісі болса, сізге керек бұл, кәсіпкерлер. Кім өзін таныды, кәсіпкерлер бар болса, чатқа плюс қалдырып кетіңіз дейді. Екінші, жалақы алатын қызметкер, корпоративный секторда жұмыс істейтін кісілер. Тұрақты жалақы бар, көбірек тапқыңыз келеді, бірақ қалай екенін түсінбесеңіз. Күнделікті бір рутина шаршатты, үй, жұмыс, үй. Жұмыстан бөлек орта табуды қалайсыз.
Жұмыстан бөлек кішігірім кәсіп ашып қойғыңыз келіп тұр, идея бар, жүзеге асыруға қорқасыз. Жиі ашуланасыз, өмір көңіліңіз толмайды, бір нәрсе өзгерту керек, бірақ не екенін түсінбей жүрсіз, бұл сізге. Окей? Кім өзін таныды? Плюс. Кеттік. Студенттер, не істегіңіз келетінін түсінбей жүрсіз. Ақша өте үлкен проблема болып көрінеді сізге, және үнемі ақша жоқ деген режимде жүрсеңіз, елдің бәрі успешный, сіз ғана бір орында тұрған сияқты болсаңыз, мамандық бойынша жұмыс істегім келмейді, сонда не істеймін деп ойлап жүрсеңіз, бұл сізге арналады. Ата-анаңызға көлік, шетелге саяхат сияқты үлкен сыйлық жасағыңыз келеді, бірақ ақша болмағандықтан өзіңізді жеп жүрсеңіз. Бұл сізге арналады. Студенттер бар, я? Плюс. Супер. Барлығыңызда бірақ сұрақ тұр, жазып жатсыздар ғой. Қанша? Мынау мен ғой дейді. Бағасы қанша тұрады дейді. Бағасын давай сөйлесек. Корға не кіреді? Кор. Ана біз Prime деп едік, қазір байқадыңыздар ма? Нарықта Prime деген курс көбейіп кетті. Енді қараңыздар, Кор деген көбейеді. Енді Корға не кіреді? 2 айлық Кор бағдарламасы. Азамат Скаков пен менімен 8 Zoom сабақ. Куратордан кері байланыс. Сертификат алған коучпен тікелей эфирде 8 разбор. Ұйқыны реттеу туралы 3 видео сабақ. Берекелі таң видео сабағы. Достар, берекелі таң видео сабағы, бұл мен әлі ешқайда берген жоқ. Мана YouTube-та менде берекелі таң деген сабақ бар ғой. Бірақ ол жерде мен поверхностын айттым. Достар, өйткені кейбір нәрселерді не тамаймыз. Жалпы халыққа ашық айта алмаймын. Бірақ мынау праймдықтарға мен айта аламын, мысалы, именно қандай дұғалар оқимын, именно қандай, білмеймін, садақа беремін ба, не ішемін, қандай уақытта завтрак ішемін, қандай завтрак ішемін деген нәрселерді айта аламын. Бұл сол сабақ. Бұл әлі әзірге ешкімге берілген жоқ, так что ойлай қалмаңыз, ана YouTube-тағы сабақ деп. Алматы қаласында офлайн кездесу. Короса. Так, мұның бәрін жеке есептеп отырсақ, миллион теңгеден асып кететін түсініп тұрмыз, білеміз, Офлайн кездесудің өзі 200 мың теңге ғой менде біреу. Арнайы ұсыныс жасап, сізбен ұзақ мерзім жұмыс жасағым келеді. Ниетім осы, маған көмектесетін методика сізге де 100% көмектеседі деген үміттемін. Окей, енді кордың бағасы. Та-дам! 500 мың теңге. Қалай? Чо там? Ладно, жоқ, 500 мың қымбат болып кетеді. Давайте түсірейік, 300 мың болсын. Қалай отыр? Нормально? 2 ай бойы бағанағы нәрселердің барлығы үшін, по-моему, даже арзан сияқты. Учитывая то, что мен Стамбулда 3 күндік сабаққа барып $4000 оқып қайттым. Ну ладно. Окей, давайте одан да төмен түсірейік. 225 мың теңге. 225 мың теңге менімен бірге 8 апталық жаңағы бағыттар бойынша барлығын даму 225 мың теңге. Окей? Супер, мен плюс дейді. Окей. Сіздер праймға қатысу үшін уже 26 мың теңге төледіңіздер ғой, естеріңізде ма? Уже 26 мың теңге. Оны да алып тастауға дайынмын, достар. Демек, праймды тегін алғандай боласыз. Сол кезде вообще 199 мың теңге болады. Чо там? Норм? Айттым ғой. Праймның несінде алып тастасаңыз 199 мың теңге болады. Керемет дейді. Керемет. Өте әдемі баға дейді. Супер, кеттік. Так, пакеттер болады. 3 түрлі пакеті болады. Дальше кеттік. 2 айлық кор бағдарламасы. Азамат Скаков пен Zoom сабақ. Тек басқа ештеңе жоқ. Мен тек сабақты көре беремін десеңіз, 179 мың теңгелік бір пакет бар. Маған тек видео керек, басқа ештеңе жоқ десеңіз. Екінші, бірге деген пакет бар. 2 айлық кор бағдарламасы. Азамат Скаков пен 8 Zoom сабақ. Куратордан кері байланыс, сертификатты коучпен 8 разбор, ұйқыны реттеу туралы 3 видео сабақ, берекелі таң видео сабағы, Алматы қаласында офлайн кездесу. 199 мың теңге. Деп жатыр. Рахмет. 199 мың теңге. 3-ші пакет коучинг деген пакеті. Уже топтық коучинг. Ол жерде басындағы жаңағы 2 айлық кор бағдарламасы, 8 Zoom сабақ, куратордан кері байланыс, сертификаттың коучпен тікелей эфирде 8 разбор, ұйқыны реттеу туралы 3 видео сабақ, берекелі таң видео сабағы, Алматы қаласында 4 рет топтық офлайн кездесу. 2 айдың ішінде мынау топтық коучинг алған кісілермен сабақтардан бөлек 4 рет офлайн кездесу жасаймыз, мастер-майнд жасаймыз, топтық разбор жасаймыз, менімен болады бұл. Егер 3-ші пакет қызық болса. Окей? Қалай отыр? Дәл қазір корға тіркелу үшін төмендегі кнопканы басып, достар, алдын ала 1000 теңге төлем жасау керек. Төлем жасағаннан кейін төмендегі кнопканы басып, менеджерге міндетті түрде чек жіберу керек. Кеттік, ұсыныс болса.
ұсыныс осы. Ұсынысты толық түсініп алған болсаңыз, біз сабағымызды жалғастырамыз. Бірақ қазір корға тіркеліп алу үшін 1000 теңге төлеп қойсаңыз, сосын чек жіберсеңіз, кейін біз предоплатадан кейін сіздерге хабарласамыз. Окей, түсінікті ғой бәрі? Үшінші бөлімді қайда көрсетесіз ба дейді. Мынау ғой, коучинг бөлімін айтып жатсыз ғой. Коучинг 5 адам ғана, орындар шектеулі. Так, орын саны. Өзім деген пакет жаңағы. Әшейін видео сабақ көру. Вообще шексіз. Бірге деген пакетте 20 адам. Бірге деген пакетте 20 адам. Коучинг деген пакетте 5 адам. 5 адам. Так. Астанада тұрамын, коучинг алғым келеді дейді. Алыңыз, кеп тұрасыз. Ничего страшного, 2 аптада бір Алматыға самолет бару қайту 30 мың 40 мың теңге ғой. Ол түк тұрмайды. Орындар осындай. Егер қазір бірге және коучинг пакеттерінің орын толса, бірден сатылымды жабамыз, достар. Так что үлгеріп қалыңыздар. Zoom сабақтарда коучинг пакетінде өз 5 адаммен болады, қалған нелерде топпен болады. Көргірсін бірінші, екінші бөлімдерін дейді. Қашан басталады дейді. Басталатын айтамыз, достар, жақында. Бағасы қанша дейді? Бағасы міне ғой, айттым. Сіздің бағанағы 26 мың теңгеңізді алып тастадым. Праймға төлеген. Окей. Так. Курсты Каспи арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар, достар. Өйткені түсінем, чек үлкен, сондықтан Каспи арқылы бөліп төлеуге болады. Сонда сізде не болады? Бірінші пакет айына 14.916 теңге болады. Core пакеті айына 16.583 теңгеден болады. И коучинг пакеті айына 66 мың теңгеден болады, 66.500. Егер де бөліп төлесеңіз. Сонда 16 мың теңге ол сіздің бір обедіңіз ғой, ладно, 66 мың сіздің бір серьезный ужиныңыз болуы мүмкін қонақтармен, но 16 мың теңге бір обедіңіз айына. Бұл менің ойымша күшті мүмкіндік сияқты. 16.583 теңге сіздің тұрақтылығыңыз. Мен бұл тұрақтылық үшін 578 мың теңге төлеймін. Бағана есептедік қой бәріміз бірге. Ол еще тек бер жағы ғой, медицинский мәселелерді қарайтын болсақ, одан да көп. Бірақ мен қайталап айтамын, бұл мәселе маған өте көп ақша алып келетін мәселе. Білмеймін, X20. Корға үлгергендер бар ма? Үлгергендер бар ма? Давайте мен қарап жүрейін. Тіркеліп үлгергендер бар болса, так, тіркеліп жатқандар бар екен. Так, Қанат дейді, Әйгерім дейді, Әсел, Арман. Машаллах, давайте. Тема. Так, кнопка шыққан болу керек, кнопка шыққан болу керек. Праймнан кейін, предоплата. Праймнан кейін не ұсынсаңызда аламын дейді. Кеттік. Тема. Маған ұнайсыз. Так, орын азайып жатыр. Дәл қазір қорға тіркелу үшін төмендегі кнопкаңыз 1000 теңге алдын ала төлем жасау керек. Төлем жасағаннан кейін төмендегі кнопканы шетіңізде сізде кнопка тұр. Соны басып менеджерға чек жіберуіңіз керек. Дәлші кеттік ары қарай. Тұрақты қалыптастырудың маған Мэл Робинстің Давайте, мен жаңағы обещать еткендей, тұрақтылық қалыптастырудың маған көмектескен Мэл Робинстің 3-2-1 техникасы. Мэл Робинстің кітабы бар. Мэл Робинстің кітабы бар, и ол жерде 3-2-1 деген техникамен қолдандым. Достар, байқасаңыздар, мен Инстаграмда всегда анау спортқа барған кезде сторис салам, не деп жазам? Ал кеттік деймін. Ал кеттік. Енді бұны мен не үшін жазам? Бір уақыттар мен өзімнің тұрақтылығымен нетіп жүрген кезде, өзімнің тұрақтылығымен жұмыс істеп жүрген кезде мен биттім. Ерініп қалған кезімде Мэл Робинс мынандай нәрсе ұсынады. 3-2-1 деп санайсың дейді. Артқа қарай санайсың. Мысалы, таңертең ояндым, төсектен тұрғым келмей жатыр. Сол жерде 3-2-1 кеттік деген сөз. Мынау кеттік деген сөз менің якорь сөзім болды. Іліп алатын. Все, кеттік деген сөз. Менің якорь сөзім болды. Кеттік. Енді не үшін 3-2-1 деп артқа қарай санауым керек? Өйткені сан бітіп қалады ғой. Одан кейін арғай жоқ. Керісінше жазсам 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп кете беруі мүмкін. Артқан санаған кезде тіреліп қаласыз.
енді 0 -1 -2 деп кетіп қалмайтын шығар ешкім. Сол кезде сіздің миыңызда жаңа бір нейрондық связка пайда болады. 3 2 1 кеттік. Мен осыны жасайтынмын достар. Тұрғым келмей тұр ма? Мен корды алдым дейді. О, супер. Я, супер. Мен корды алдым, мен де алдым. Ой, супер. Енді қараңыз. Не істейміз? Ерініп тұрмыз ғой, төсектен тұруға. Мен айтам, 3 2 1 кеттім. Все тұрамын. Бір нәрсені кітапты бастауға ерініп тұрмын ба, кітапты қолыма алдым, 3 2 1 кеттік деп. Все. Кеттік деген сөз мен қайта миыма жазып қоямын. Екелес жол кеттік деген кезде менде уже срабатывает қай нейронный цепочка жұмыс істейді. Анау әрекет етеді, не? 3 2 1 кеттік. Міне менің сторисімді, мен бұндай стористі күнде қоямын ғой, күнде ал кеттік деймін. Менің якір сөзім ол ал кеттік деген сөз. Мен өзіме бүйтетінмін. 3 2 1 кеттік деймін. Все болды, тұрамыз. Енді бұны Мел Робинс мынандай нәрсемен айтады. Ана баяғыда білесіздер ғой, собака Павлова деген эксперименттер бар. Павлов өзінің итіне тамақ берместен бұрын всегда қоңырау шалатын. Тың-тың-тың-тың дейді, тамақ береді. Тың-тың-тың-тың дейді, тамақ береді. Тың-тың-тың-тың тамақ береді. Кейін просто тың-тың-тың десе, иті сразу тамақты іздейтін болған, болды. Тамақты іздейді. Өйткені жаңа нейрондық байланыс бар. Бізде осылай нейрондық байланыс жасап тастасақ, мен ерінбей кіріп кете аламын, ерінбей жасай аламын. Дисциплина қатты қиын емес нәрсе болып қалады. Окей? Қорға тіркеліп үлгергендер бар ма дейді. Давайте тағы да қанша орын қалған көрсетейін. Мел Робинстің оқиғасы түсінікті ғой, иә? Так. Қорға тіркелгендер. Тағы да адамдар тіркеліп жатыр екен. Супер. Достар, орын аз. Бұл жақсы. Ары қарай дальше өзімізбен. Так, кеттік. Пакеттер мынандай еді. Бірінші пакет өзім пакеті, бөліп төлегенде айына 14 мың теңге. Екінші пакет бірге деген пакет, 16 мың теңге. Үшінші пакет топтық коучинг пакеті, 799 теңге, ол айына бөлгенде 66 мың теңгеден. Ішіне кіретіндер жаңағы бір кісі мен кейін кірген едім көрсетіңізші деп жатыр ғой, көрсеттік. Супер, кеттік дальше. Дәл қазір қорға тіркелу үшін төменде кнопканы басып алдын ала 1000 теңге төлем жасау керек. И одан кейін менеджерға чекті жіберу керек. Халық банк болса, ане жазып қойдық. Так, кімде қазір предоплата жасауға 1000 теңге болмай тұрса, чатқа кор деп жазсаңыз, біз сізге менеджер хабарласады. Маған да бұйырса екен дейді. Иншаллах. Аптасына бір рет қонама сабағы 2 рет болса тамаша болатын еді. Бір рет менімен, бір рет коучпен. Окей, кеттік. Алдын ала төлем жасаған кісілерге 2 айлық қор бағдарламасы азыңыз қанқпен 8 зум, кураторын кері байланыс, сертификат коучпен тікелей эфирде 8 разбор, ұйқын реттеу дүниесі, берекелі таң видеосы, Алматы қаласында офлайн кездесу. Бірақ алдын ала предоплата жасамай тек, мысалы, қазір мүмкіндік жоқ, тек кор сөзімен тіркеліп қойғыңыз келсе, онда мынау 3 нәрсе болады. 2 айлық қор бағдарламасы, менімен 8 зум сабақ, куратордан кері байланыс. Окей, дәл қазір корға тіркелу үшін 1000 теңге салып қойыңыз керек. Дальше кеттік па? Үш техника айтым. Егер үшеуі де көмектеспесе, мына техниканы қолданып көресіз. Бағанағы мен айтқан техникалардың үшеуі де сіз бүйту керек. Бірақ бүйту керек, сіз 42 күн бойы осыны әдемі қылып жасауыңыз керек, тұрақты жасауыңыз керек. Сонда да көмектеспей қалса, не істейміз? Бонус шығып қалды. Бонустың келесі саны, келесі саны 0492. Достар, бірақ сан қалды, жақындап қалдық. Анау видео сабаққа. Так, сила манифеста деген. Кім естіді бұны? Мен оны бір жерлерде айтқан болуым керек. Окей? Сила манифеста былай. Мынау нәрсе дәлелденген. Біз өзімізге берген сөзді орындамай жатсақ та, кейбір жағдайда, болды мен өмірімді қолыма аламын, анау деген сияқты орындамай жатсақ та, бірақ біз біреуге берген сөзімізді әдетте тамаша орындаймыз. Әдетте. Мысалы, манифест жасап қойды. Манифест жасап қойды, қазақша бүйтсек болады, жария ету деп қойсақ болады. Жария ету. Мен жария етем. И осы жерде мен айтам, инстаграмға айтам. Кор деп жазып жатыр. Жария етем. Достар, мен бүгіннен бастап күнде таңғы 6-да жүгіруге шығам, мен инстаграмға бұны жариялайым деймін. Все, мен жұртқа айтып қойдым ғой. И сіздің инстаграмдан 1000, 2000, 3000 адам көріп қойды ғой.
Бұл манифест сіз жариялап қойдыңыз ғой, енді бұл сізге керісінше күш береді. Яғни мен бүгін ерініп тұрсам да істеуім керек, өйткені мен жариялап қойдым. Мен манифест жасап қойдым. И манифест сізді оятады. Кейбір кезде менде де болады. Мысалы, менде не бар? Шәкіртім бар, таңертең менде коучингта және таңертең бірге неге барамыз, фитнесқа барамыз. И сол кісі айтады: Азеке, мен бүгін қатты ұйықтағым келіп тұрды да, бірақ сізге айтып қойғаным үшін келдім дейді. Айтып қойғаным үшін келдім дейді. Сондықтан біреумен келісіп қою немесе манифест жасап қою маған күш береді. Иә, бұны да қолданайық, достар. Бұны да қолданайық. Бұл да өйткені қосымша энергия береді. Қосымша энергия берсе, мен дальше оны істеуге дайынмын. Сондықтан манифест энергиясы деген мынау, сила манифеста деген мынау. Басқаларға жария етіп қою маған көмектеседі. Бастапқыда мынаның дисциплинаның маған әдет болып қалу үшін, тұрақтылықтың маған әдет болып қалу үшін бастапқыда көмектеседі. Сондықтан бір кісілер айтады да, болды, мен бүгін ғана бір видео көріп қалдым, бір кісі айтады: болды, биыл мен 365 күн таң намазына мешітке барамын дейді. О, манифест. Ол жариялады. Бұл көмектеседі. Я? Енді манифест слишком ауыр қылып алмаңыз өзіңізге. 300. Менде биыл, Құдай қаласа, ертең тренировка барам, 31 тренировкаға бармын, 31 тауда боламын. И сондай кездерде бізде анау саны маңызды да. Соны манифест жасап қойсаңыз болады. Мысалы, мен биыл 100 тренировка жасаймын. 100 тренировка жасаймын десеңіз, бұл манифест. Еще бұны жақындарыңызға немесе Инстаграм біреуге жариялап қойсаңыз, бұл манифест. И бұл сізге энергия береді. Окей? Сонда қанша төлеу керек дейді? 1000 теңге төлеу керек. Так, қарайын, қанша орын қалды? Кажется. Так, Самал ханым, қош келдіңіз. Ермек, қош келдіңіз. Жақсылық, қош келдіңіз. Орын вообще азайып жатыр. Окей? Кайф. Достар, қайдалаймын? Қорға тіркелу үшін төменде кнопкасын басып, алдын ала 1000 теңге төлем жасау керек. Содан кейін сол чекті менеджерға жібересіз, сұрап жатқан кісілерге. Содан кейін біз сізбен хабарласамыз. Окей? И дальше барлығын істейміз. Халық банк болса, әне тұр. Окей. Сабағымыздың басталғанда 1,5 сағаттай болды, достар. Жоқ, 1 сағаттан асты. Окей. Бірақ сіз әлі қорға тіркелмесеңіз, себебін жазып жіберіңізші, маған кері байланысқа маңызды болып тұр, мен көргім келіп тұр. Бізде адам өте көп, неге әзілгінге дейін тіркелмедіңіз? Давайте. Мен алдында да праймда да сізге айтқандай, ақша жоқ деген сылтау болса, өз дамуына ақша жоқ деп ойласаңыз, дәл қазір тұрған жеріне алға жылжу мүмкін болмайды. Қазір кішкентай болса да қадам жасамасаң, жағдай ешқашан өзгермейді. Мен осы жылдың өзінде дамуымны 10 миллион теңгеден құрттым. Одан артық кетіп қалды, конечно, ол ладно. Және ол маған ақша түрінде де, өмір сапасын күшейту форматында да бірнеше есе қайтып келді. Я, бірнеше есе. Бұдан қорықпау керек. Так, давайте. Уақыт жоқ. Тікелей эфирлерде қатыса алмасаңыз, сізге запись беріледі, тура алдындағы сабақтар сияқты. Жалпы дамуға уақыт жоқ деген сөз, өзіме уақыт жоқ деген сөз. Енді бұл ауыр сөз. Мен өзіме уақыт жоқ деген, мен бұл сөзді оқыған кезде кәдімгідей нетіп кетем, жандай, қайғырып кетем. Мен ойлаймын, сенің өзіңе уақытың жоқ болса, қалай басқа адамдар саған уақыт бөледі. Сондықтан давайте біз бұны нетейік, реттейік. Қазір төлей алмай тұрмын, белгілі бір себептермен қазір төледім, чек жібердім дейді. О, супер. Так, окей. Қазір төлем жасаудың қажеті жоқ, 1000 теңге көлемінде төлем жасасаңыз, алдын ала сіз уже броньдап қоясыз орныңызда. Так, сатып алсам оқымай кететін сияқтымын. Кор ұзақтығы арнайы 8 апта дедім. Сол кезде қатысу жалықпайды, соңына дейін жетеді. Оған қоса сізді үнемі қолдап іздеп көмектесіп отырады. Сіздің кураторыңыз болады, коучыңыз болады, и мен бармын, Шектеу сылтауды ешқашан бітпейді, достар. Сондықтан сылтау айтып жүре берсеңіз, өзіңізде өміріңізде өзгермейді. Сылтау айтпау керек. Сізде екі таңдау бар. Алдын ала төлем жасасаңыз, мынау жақтағы нәрселер, жай төлем жасауға мүмкіндік жоқ болса, бірақ қатысқыңыз келіп тұрса, кор деген сөзді жазыңыз. Окей. Все. Дәл қазір корға тіркелу үшін төменде кнопканы басып, алдын ала 1000 теңге төлем жасау керек. Соны менеджерға жіберу керек. Так,
Давайте, кімде қандай сұрақ бар? Мынау біздің бонус алуға жазатын кодыңыз. Осы кодты менеджерге жазсаңыз, сізге жаңағы бонус сабақ беріледі. И ол күшті сабақ. Менің анау жалындап тұрған жас кезімді көресіздер. Ой. Сол жақта Кәмшат Бекжігітов ханым екеуміздің жаңағы подкаст сабағымызды көресіздер. Сұрақтарыңыз, давайте достар, сұрақтарыңыз жазыңыздар. Енді бірнеше адамның сұрақтарына мен жауап берейін. Так, давайте. Сұрақтарыңызға жауап берейін. Осы жерде тұрақтылық мәселесінде мен мынау мәселені де ұстанам ше. Мен ана бесконечная игра деген тақырыпты айтқан едім бірінші сабақта. Осы жерде бір қалай айтсам болады, бір себеп үшін ғана істемеймін оны ше. Бір себеп үшін немесе бір нәтиже үшін ғана істемеймін, мен істей берем. Көңіл күйім жоқ болса да істей беру қызық ше. Көңіл күй жоқ болса да істей беру өте күшті. Өйткені көңіл күйіңіз бар, мотивированный кез аз болады. Мысалы, сіз бір спорт бастадыңыз, бәлкім 1 ай, 2 ай, күшті жүгіреміз. И 3-ші ай уже өшіп бардыңыз, менің мотивациям жоқ дейді. Мотивация деген сөзді вообще күтпесек қалай болады? Вообще күтпеймін, мен жай жасай берем. Мен мотивациядан күтпеймін. Предоплата төлеп қоям дейді, кор дейді, супер. Так, қазір сұрақтарыңызды жаза беріңіздер. Так. Күшті, тіркеліп атқан кісілер. Құтты болсын. Прям бомба, қош келдіңіздер. Мынау бонус сабақ. Сұрақтар кетіп отыр. Нәпсіні жеңудің топ 3 жол дейді. Бағанағы басында айтқан жолдарым ғой. Жолды қорытындылаймыз, мақсат қалай қоямыз дейді. Анау басындағы сабақтарды қараңыз. Бірінші сабақ сол туралы дейді. Так, сізбен ғана ұнайды дейді. Кор дейді. Кор. Окей. Кор тағы да қашан болады дейді. Сіз кордың әлі қашан басылатынын білмей жатып, уже ойымыздан таяжып қалдық па? Так, бір 2 айдан кейін наличка ақшаға алсақ болады ма? Кеше ақшамды басқа бағытқа салып қойып едім. Енді январь, февраль. Дополнительный куратор болады. Окей. Сіз кор деп жазыңыз, біз сізге хабарласамыз, шешеміз. Праймда мақсат қою айтылды ғой, достар. Бірінші сабақта айтылды. Осы сабақ 8-де басталды. Так. Дисциплина, көшті сұрақ. Дисциплина өзіңе тым қатал болып кету болмай дейді. Қараңызшы, аптасына 3 рет тренировка жасау, и сол тұрғыда өзіңе қатал болу, бұл дисциплина болса, мен оны қатал болу емес, тіпті керісінше өзіңді жақсы көру деп айтар едім. Өзіңді жақсы көрсең, аптасына 3 тренировка жаса. Өзіңді жақсы көрсең, жаңағы мынау ментальный жағдайыңмен жұмыс істе. Өзіңді жақсы көрсең, білмеймін, психологияңды ретте, өзіңді жақсы көрсең, денсаулығыңа мән бер. И осы тұрғыда дисциплинированный жылына 2 рет, мен айтам, жылына 2 рет стоматологқа бару керек, мысалы, жылына 2 рет басқа да дәрігерлерге бару керек, жүректі міндетті түрде 1 рет тексерту керек, көзді міндетті түрде 1 рет тексерту керек, ауырса да, ауырмаса да. И бұл дисциплина, өзіңе қаталдық емес, бұл керісінше өзіңді жақсы көру. И өзіңді жақсы көргені үшін сол нәрселерді істейміз. Айына 16 000 теңге сізге төлеп отырсам болма, маған кредит берілмейді дейді. Сіз кор деп жазыңыз, біз сізге хабарласамыз. Окей, достар. Идея осы, бітейік. Өзімді жақсы көргенім үшін істеймін деген идеямен өмір сүрейік. Мен өзімді жақсы көргенім үшін спортпен айналысамын. Мен өзімді жақсы көргенім үшін психологиямды реттеймін. Мен өзімді жақсы көргенім үшін өзіме инвестиция жасаймын, сабақ оқимын, нетем. Окей. Балаңды аясаң аяма дейді. Бірақ біз оны жақсы көру деп айтамыз. Кор деп жазып жатыр. Корлар көбейді. Окей, сіз кор деп жазыңыз, кейін біздің шешеміз, достар.
сіз менеджерға байланысыңыз, барлығын шешеміз. Өзіміздің адамсыздар ғой. Окей. Сіздің психологыңыз кім дейді? Айтпаймын, қызғанам психологымды. Қатты жақсы көремін. Бірақ нарықта өте күшті психологтар көп. Сосын бұл тақырыпта былай істеу керек. Тұрақтылық керек ше, достар. Андай бір рет барасам проблема бәрін шешіп тастаймын десеңіз, сізге ешқандай психолог ұнамайды. Өйткені бір рет барғанда шешілмейтін мәселе. Ол мүмкін емес. Мүмкін де шығар, бірақ өте аз, иә. Бірақ басқа жағдайларда біз тұрақтылықпен ғана жеңеміз. Бәлкім 2 айдан кейін, бәлкім 3 айдан кейін. Окей, достар, назарларыңызға көп рахмет. Көп рахмет. Барлығыңызды көргеніңізге қуаныштымын, көргеніме қуаныштымын. Сіздерді жақсы көремін. Құдай қаласа, дальше да бірге дами берейік. Хабардамыз. Әзірге осы бір бөлігімізді тәмамдадық. Сау саламат болыңыз, аман болыңыздар. Давайте.